Жастарды кәсіптік мамандықтарға оқыту керек. Бүгін Алматыда осы тақырыпта түрлі мамандық иелері бас қосып, пікірталас жиынын өткізді. Ресми дерек бойынша елімізде жұмыссыздық деңгейі 5,2% құрап отыр. Сонымен қатар мамандардың айтуынша қазіргі жастардың көбі жұмысқа орналасу үшін дипломдарын қажетсінбейді екен. Қазір әлемде 80 мың, ал елімізде 8 мыңдай мамандық бар. Ал жоғарғы оқу орындарының саны тіпті де көп. Алайда білім қуған жастардың барлығы дерлік өз мамандықтарымен жұмыс істеуге мүмкіндік ала алмайды. Шет тілдері мамандығын бітірген Жадыра Бейсенбекова бүгінде өзге салада қызмет етеді. Осы биыл бітіргеніме қарамастан өкінішке орай әлі күнге дейін өз мамандығым бойынша жұмыс істеп жатқан жоқпын. Қазір дегенмен де қаншалықты іздей бересің? Қазір басқа мамандық бойынша жұмыс істеуге мәжбүрмін, ашығын айту керек. Ал жаңағы неге өз мамандығым бойынша жұмыс істемейсің деген сауалға жауап ретінде айтарым, өкінішке орай таныссыз қазір мүмкін емес болып тұр. Бейресми статистикалық деректер бойынша бүгінгі таңда жас мамандардың 50% өз мамандығы бойынша жұмыс істемейді, және 70% мамандықты дұрыс таңдай білмейді. Бұған мектеп бітірген түлектердің ата-аналарының да айыбы бар болса керек. Жұмысшы мамандықтардың жаңағы деңгейінің төмен екенін күнде үйіне айтады. Ой, сварщик болма, анау болма, себебі ата-ананың мәртебесі түсіп қалады ғой, достарының алдында. Сондықтан ата-аналар бірінші баласын жаңағы престижный мамандыққа бар, анау экономист боласың, менеджер боласың дейді. Жоғарғы оқу орнының бірінші курсынан кейін оқуын тастап кәсіптік мамандыққа бет бұрған Гүлсім Нұрбекова бүгінде жеке кәсіппен айналысады. Өзіне ғана емес, өзгеге де жұмыс беріп отырған шаштараз жұмысшыларына мемлекеттік қызметкерлердің айлығынан аз төлемеймін дейді. Күнделікті қанша адамның шашын алсаңыз да, қаншалықты табысыңыздың бар екендігі, жоқ екендігі өзіңізге белгілі болып тұрады. Ертеңге жоспарлаған кезде мен осы бір айда осындай жоспар жасай алам деген айлықты уже өзіміздің қолымызбен жасай аламыз. Клиенттерге ұсыныс жасағанда да, реклама жасаған кезде де барлығы өз қолымызда. Бүкіл әлемдік экономикалық форумның деректері бойынша әлемдегі жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейі 12,5%-дан асқан. Бұл 73 миллион қыз бен жігіт. Сол себепті де әлемдегі жастардың 1/4 бөлігі немесе 300 миллион адам өздеріне ұсынылатын кез келген жұмысқа, тіпті олардың білімі мен мамандығына сәйкес келмейтін жұмыстарға баруға әзір тұратын көрінеді. Ақбота Мұсабекқызы, Юрий Проводин, Қазақньюс, Алматы.